Ғазиз Байтасов атындағы республикалық 17-ші жас қозғалыс инспекторларының слеті міне бүгін өздеріңіз көріп отырсыздар басталды. Бұл біздің слеттің басты мақсаты балалар арасындағы жол көлік жарақаттануының алдын алу, жол көлік оқиғаларын болдырмау, балалардың арасындағы жол қозғалысы ережесін білу, жаңадай өздерінің деңгейін арттыру. Одан сайын 10 күнге созылатын слетте балалар әртүрлі байқаулардан өтетін болады. Сынақтардан өтіп, яғни жол жүрісі қағидаларының ережелерінен емтихан тапсырады. Үгіт бригада насихаттау бойынша өздерінің көріністерін көрсетеді, қойылымдарын, алғашқы көмек көрсету, эрудиттер байқауы, жас санитар байқауы, сондай сияқты көптеген іс-шараларымыз ұйымдастырылған. Сонымен қатар тек қана балаларға емес, осы слеттің аймағында біз полиция қызметкерлеріне де және де білім басқармасының қызметкерлеріне де байқаулар ұйымдастырып өткіземіз.